Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз анатомияға кіріспе, яғни жалпы анатомия туралы өтетін боламыз. Анатомия бұл гректің анатемно, кесу, бөлшектеу деген мағынада шыққан сөз. Адам анатомиясы бұл дененің пішінін, мүшелердің құрылысын, өсуін, дамуын, сыртқы ортамен ара қатынасын зерттейді. Анатомия адам денесінің жан-жақты зерттегенде бірнеше салаларға бөлінеді. Жүйелік анатомия, топографиялық анатомия, мүсіндік анатомия. Жүйелік анатомия бұл бізде ағзаның тірек қимыл аппаратын, ішкі мүшелерді, жүрек тамырларды, жүйке және сезім мүшелерін зерттейді. Топографиялық анатомия адам денесі мүшелерінің өзара орналасу тәртібін медициналық мақсатқа орай зерттейді. Мүсіндік анатомия адам денесінің мүшелерінің өзара орналасу тәртібі мен сыртқы құрылысын, оның мүшелерінің аралық қатынастарын үйретеді. Анатомияның даму тарихы бойынша жалпы адам анатомиясына үлкен үлес қосқан шығыстың үлгілі ғалымы Абу-Әли ибн Сина. Оның дәрігерлік ғылымның канондары деген кітаптарында адамның ішкі мүшелері мен қан тамырлары анатомиясы туралы жазылған. Анатомияның негізін салушы ежелгі Рим дәрігері Гален деседі. Оның зерттеулерінің нәтижесін алып басқа ғалымдар, яғни араб ғалымдары, атап айтқан Атази, Аль-Фараби, Ибн Ругу, Ибн Сина деген ғалымдар түзетіп, анатомияға үлкен бір өзгеріс енгізген. Үлкен үлес қосқан ғалымдардың бірі Аристотель жүйкені сіңірден ажыратып, жүректің қан айдайтын мүшесі бар екенін дәлелдеген. Орыс ғалымдары арасында Пирогов, Семенов, Павлов деген физиологияның дамуына қосқан кісілер де болған. Жалпы анатомия бірнеше тарауларға бөлінеді. Негізгі 7 тарау бар. Олар: біріншісі остеология, сүйек туралы ілім; синдесмология, буындар туралы; миология, бұлшықет; спланхнология, ішкі құрылысты зерттейді; ангиология, тамырлар туралы; неврология, жүйке жүйелері туралы; эндокринология, аккреция бездері туралы. Негізгі бірнеше тараулар осылар болып бөлінеді. Енді жалпы адамның ағзасының құрылысы бойынша бізде ең бірінші тіршіліктің кіші бөлігі жасуша. Жасуша бұл тіршілік жүйесі бар цитоплазма, ядро, әртүрлі органоидтерден тұратын, адамдар мен өсімдік жануарларда болатын бір ең кіші бірлік болып табылады. Одан кейін міндетті түрде ұлпа болады. Ұлпа бұл тарихы бар, өзіне тән морфологиялық және де биохимиялық ерекшеліктері бар. Жасуша мен жасуша аралық заттардың жиынтығынан тұрады. Жалпы адамда, жануарда 4 түрлі ұлпа боларды: эпителий, дәнекер, бұлшықет, жүйке. Ұлпалары жалпы саны 4-теу. Оларға жеке тоқталсақ, біріншісі эпителий ұлпасы. Бұл организмді сыртқы жағынан қаптап, ішкі мүшенің кілекейлі және сірлі қабықтарын астарлайтын және әртүрлі бездер паренхимасын түзетін ұлпа. Келесі дәнекер ұлпа. Дәнекер ұлпасы адам организмінің барлық мүшелері құрамына кіретін, денедегі жалпы ең көп тараған ұлпаның түрі болып табылады. Ол бізде мезенхимадан дамып, организмнің ішкі ортасын құрайды. Дәнекер ұлпа көбінесе сүйек, шеміршек, сыңыр, май, қан, лимфаларда жатады. Бұлшықет ұлпасы. Бұлшықет ұлпасы, яғни мускулус дегеніміз бұлшықет латын тілінен аударғанда, адам организмінде жиырылу қызметін атқарып, қимыл қозғалысының іс жүзінде асыратын ұлпа. Жүйке ұлпасы жүйке жасушаларынан түзілген. Жалпы мүше. Мүше дегеніміз бірнеше ұлпалардан түзіліп, белгілі бір қызмет атқаратын, эволюциялық дамуға бейімделген, байланысты дененің бір бөлігін мүше деп атаймыз. Осымен достар, сабақ аяқталды. Келесіде қаңқа сүйектерін, яғни скелеттерді оқып үйренетін боламыз. Ал сіз каналға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.